Сәлем достар, біз бүгін осындай өте дәмді және тез жасалынатын ленивый хычины жасаймыз. Небәрі 3 қана ингредиенттен жасалынатын хычины. Ал ендеше кеттік. Біздің хычинымызға пісірілген картоп пюресі керек. Кез келген өздеріңіз ұнататын сыр, менде бұл жерде сулунгуни мен брынза, және де ұн қажет. Жылы картоп пюресіне сыр мен брынзаны үпкіштен өткізіп қосамыз. Үпкіштің майда көзін пайдаланғандарыңыз дұрыс болады. Сырды неғұрлым көбірек қосаңыздар, дәмдірек болады. Бұл жерде брынза міндетті түрде емес, мен жай ғана өзім қостым. Сыр мен картопты жақсылап тұрып араластырамыз. Осы жерде дәміне қарай кішкене тұз салсаңыздар болады. Енді ұнды көз мөлшермен 2-3 бөлікке бөліп, шетінен қосып отырып қамыр илейміз. Жұмсақ қамыр болу керек бізде. Мінекей достар, бізде осындай жұмсақ қолға жабыспайтын қамыр шығады. Берілген рецепттегіден артық ұн қосуға болмайды. Өйткені ұн көп болған сайын сырдың дәмі жоғалып кетеді. Үстелімізге ұн сеуіп, қамырды 1-2 бөлікке бөлеміз. Қамырымызды дәл видеода көрсетілгендей етіп жасаймыз. Яғни бізге шұжық тәріздес форма керек. Достар, маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. 1 бөлікті көз мөлшермен 6-ға немесе 8-ге бөлсеңіздер болады. Достар, толық рецептісі описание бөлімінде көрсетілген. Ұн сеуіп, әр бөлікті кәдімгі шелпек жасағанда етіп жайып шығамыз. Яғни қамырымыз жұп-жұқа болу керек. Табамызды қыздырып, құрғақ табада орташа отта әр жағын 1-2 минуттан пісіріп аламыз. Яғни бір жағы осындай қоңыр болған кезде екінші жағына аударамыз. Дайын болған хычиныға осы ыстық күйінде сары майды осылай толықтай жағып шығамыз. Мінекей достар, ленивый хычинымыз дайын болды. Небәрі 3 қана ингредиенттен жасалатын өте оңай және дәмді тіске басар. Осындай ыстық күйінде жеуге кеңес беремін. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Міндетті түрде жасаңыздар. Барлық сұрақтарыңызға комментарий бөлімінде жауап беремін. Сіздермен бірге болған Тоғжан.